Сәлеметсіздер ме? Мен номер 39-шы Мағжан Жұмабаев атындағы жалпы орта білім беретін 10-шы сынып оқушысы Серғайшамын. Бүгінгі менің ғылыми жобамның тақырыбы компьютерлік желілер. Компьютерлік желіні қазіргі таңда адамдар әртүрлі мақсаттармен қолданады. Ол жаңағыдай көбіне желіні шашап жатқан ресурстарды бірге қолдану үшін қолданылады. Бұл мүмкіндік әр тұтынушыға қымбат құралдарды сатып алмай, бірге қолдану арқылы шығынын тиымдайды. Оған қоса тұтынушының алыста орналасқан ресурсқа дейін жол жүру қажеттіліктерінен айырып, жол шығынын үнемдейді. Компьютерлік желілерді басқару процестерін жылдамдатады. Өйткені орталықтан қашықтыққа орналасқан аумақтардан деректерді тез жинап, тез өңдеп, тез шешім қабылдайды. Шағын бизнес ортасында да, мемлекет масштабында да, мемлекеттік қауіпсіздік деңгейінде де басқару мәселелерін шешу компьютер желілері арқылы тиімді өтеді. Ғылым ортасында компьютерлер бұрынғыдай есеп үшін қолданады. Бұл жерде күрделі, ұзақ есептерді компьютер желілері арқылы тез шешім қабылдап шешеді. Бір есепті параллель қатар компьютерлерде орындау есептің нақтылығын асырады. Бұл мүмкіндіктер спутник траекториясын есептеу немесе ядролық отынның ыдырау жылдамдықтарын анықтау сияқты өмірлік маңызы бар салаларда қолданады. Менің ғылыми жобамның мақсаты ол алдымыздағы жарты ғасырда ақпараттарды тасымалдау құны қашықтықтан тәуелсіз болады. Мұның өзі қоғамымыздың дамуына өте үлкен әсерін тигізеді. Қазір барлығы интернет жайлы сөз қозғауда. Бұл жағдайда фаст интернет технологиясында ірі желілердің құруына аса кедергі жасамайды. Мәселе мынада, 90-шы жылдардың ортасы тек қымбат емес жоғары жылдамдықты технологиялардың тек тарауында ғана емес, сонымен қатар коммутаторларында. Мына кестеде біздің фаст интернет технологиясының интернет технологиясынан айырмашылығы көрсетілген. Мұндағы кестеде негізінде жергілікті желілердің қарқынды дамуы деп белгіленеді. Коммутаторларды қолдану кезінде фаст интернет протоколы желінің жалпы ұзындығына шектеулері жоқ, толық дуплексті режимде жұмыс істей алады. Ал көршілес құрылғыларды қосатын физикалық сегменттердің ұзындығына ғана шектеулер қалады.